Қайырлы күн, қымбатты көрермендерім. Бүгін міне екі түрлі осындай смузи, қазақша айтқанда шәрбат дайындайтын боламын. Міне жасылға аздап жалбыз қазақшасы, міне укроп, міне сельдерей және көк алма. Бұларды тазалап, мынандай дақтарын тазалап, ішіндегілерін, дәндерін алып тастағым келіп тұр. Қазіргі заманда міне адамдардың денсаулығы жоқ. Тек қана сонан соң біздің доктордың химиялық дәрілерімен емделе алмайсыз. Сондықтан қазір неше түрлі дәрумендер шықты. Халықтың көзі ашық, неше түрлі дәрумендерді жасап ішеді. Сондықтан мен сіздерге бүгін смузи деген шәрбат десек болады, қазақша шәрбатын жасайын деп тұрмын. Міне қымбатты көрермендер, біздің жасыл смузиіміз дайын болды. Енді міне мына қызыл смузиімізға жемістерді жуып тазалап, дайындап қойдық. Міне оның құрамында міне өрік, шие, құлпынай және бір қасық бал қосайын деп тұрмын шай қасықпен. Өрігімізді салайық, құлпынайымыздан салайық, шиемізден салайық. Енді міне су қосамыз аздап. Қымбатты көрермендер, міне менің қызыл және жасыл шөптерден жасалған смузиім дайын болды. Қымбатты көрермендер, менің видеом ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.